Ассалаумалейкум. Бүгін біз кекс дайындаймыз. Шоколадный кекс. Какаомен. Ең бірінші жұмыртқа, 2 жұмыртқа аламыз. Жарамыз. Жардық. Оған шекерді қосып араластырамыз. Араластырамыз. 2 жұмыртқаны алып, шекерді қосып араластырамыз. Араластырып болған соң, 2 жұмыртқа мен шекерді араластырып болған соң, оған майымызды, сүтімізді екеуін май, ертілген сары май мен сүтті қосамыз. Мен бұлай істеймін, әуелі сүтті майға қосамын. Сосын барып, сүт екеуін араластырғанды жұмыртқа қосамын. Жұмыртқа мен шекерге қосамын. Бірге араластырамыз. Араластырып болған соң, қазір бұнда ұн саламыз. Ұнға бірінші нан соданы араластырып, сетадан өткізіп, сеткіден електен өткізіп, осы араласқан бұған дейін араласқан жұмыртқа мен шекер және сүт пен майға араластырамыз какаоны қосып. Мінекейіңіз ұнды алып, бұған бір шай қасық нан содын салып, содан соң бұған какаоны салып, какаоны 4 шай қасық салғандық сөйлем мен. 1, 2, 3, 4 салдық және бұны араластырамыз. Әлі сета өткізбей тұрып, елекке өткізбей тұрып, 3 компонентті араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырған соң, бұларды елекке өткіземіз. Електен өткіземіз. Екі кеседей ұн саламыз. Где-то 200 грамм ұн кетіп тұр ғой, сонда 170 граммдай. 150-170 граммдай ұн саламыз. Жақсылап тұрып, бүкіл компоненттерді араластырамыз. Және қою болу керек концентрациясы қою болу керек. Қаймақ секілді қою болу керек. Қоймалжың болу керек. Қыздар, мінекейіңіз осындай болу керек. Қоймалжың болу керек. Көрдіңіз бе? Сосын мен осындай формаға жаңағы сместі құямын. Жақсылап тұрып, осы қоймалжың, осындай қоймалжың сместі мына формаға құямыз. Мен бұл форманы майлаған жоқпын, өйткені ішінде, кекстің ішінде май салған болатынбыз жеткілікті. Осылай әдемілеп тұрып құйып шығамыз.
Осы дайын болған осы қалыпқа салған қамырды енді пешке саламыз. 180 градуста 35-40 минутқа пісіреміз. Қыздар, керемет болып шықты кекс. Өте дәмді екеніне сенімдімін, өйткені иісі керемет, тамаша. Сіздерге де осындай керемет кекс пісірулеріңе тілектеспін. Келесі видеода кездескенше.